Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бал қосылған өте дәмді печенье дайындайтын боламыз. Дүкендегіден 10 есе дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Бізге 400 грамм ұн қажет. Және де сары май осылай бірнеше бөлшекке бөліп салатын боламыз. Енді жақсылап қолымыздың көмегімен мыжып, майда крошка дайындайтын боламыз. Майымыз толықтай араласуы қажет. Осылай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді бір шай қасық разрыхителімізді салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Толықтай араласса, печеньеміз өте көтеріліп, бір тегіс әдемі болып шығады. Және де құм шекер саламыз. Тағы да жақсылап барлығын араластырып аласыздар. Құм шекердің майда болса өте жақсы шығады. Толық рецепті описание бөлімінен көре аласыздар. Және де бізге 2 жұмыртқа қажет. Егер тым майда болса, 3 қоссаңыздар болады. Және де бізге 2 ас қасық бал қажет. Мен осы үйдікін қолдандым. Өте дәмді болып шықты. Таза бал қоссаңыздар өте дәмді шығады. Енді барлығын жақсылап араластырып, біркелкі жұмсақ тесто шығуы қажет. Осылай бір-біріне жақсылап біріктіріп аласыздар. Артық ұн немесе су құюға болмайды. Барлығын мөлшермен жасасаңыздар өте әдемі болып шығады тестоларыңыз. Осылай дайын болды. Енді бірден жасай беретін боламыз. Қолымыздан осылай шамалап алып, барлығын домалақтап шығатын боламыз. Қамырыңызды жақсылап илеп алсаңыздар, осылай өте әдемі тесто шығады. Барлығын осылай домалақтап дайындап алдық. Осылай 2 противен тола шығады. Барлығын осылай қойып шығамыз. Алдын ала пештеріңізді қыздырып, дайындап қойыңыздар. Енді осылай қолымызбен үстінен сәл ғана басып, тегістеп шығатын боламыз. Барлығын осылай жасап шығасыздар. Көтеріліп, өте әдемі формада шығады сонда. Енді пешімізге салып, пісіріп аламыз. Осымен біздің печеньеміз дайын, жұмсақ әрі дәмі өте керемет болып шықты. Сіздерге 100% ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Парақшама тіркеліп, осы видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Баршаңызға рахмет.